Сіз өз жаныңызды қалай тәрбиелейсіз? Рухани әлеміңізді байытудың жолын іздеп көрдіңіз бе? Мағжан Жұмабаев бұл сұрақтарға ғасыр бұрын жауап берген. Бүгін біз жан тәрбиесі атты еңбегін тыңдап, терең ойға батуымызға себеп боламыз. Сиқырлы үн YouTube арнасына жазылып, үліпіл басуды ұмытпаңыздар. Мағжан Жұмабаевтың жан тәрбиесі еңбегі оның педагогика кітабының бір тарауы ретінде жазылған. Бұл бөлімде Мағжан адамның жан дүниесін жетілдіру, тәрбиелеу мәселелерін жан-жақты қарастырады. Ол адамның рухани дамуы мен мінез құлқының қалыптасуын басты назарға алады. Тәрбие және оның түрлері. Мағжан тәрбие туралы айта кетсе, оны екіге бөледі. Тән тәрбиесі, жан тәрбиесі. Тән тәрбиесі адамның денесін шынықтыру, физикалық тұрғыда дамыту. Жан тәрбиесі адамның рухани дүниесін байыту, оның ақыл ойын, мінезін, сезімдерін дұрыс бағытқа тәрбиелеу. Автор жан тәрбиесінің маңызын ерекше атап өтеді. Егер адамның дені сау болғанымен, рухани әлемі дамымаса, ондай адам қоғамға пайдалы болмайды деп түсіндіреді. Жан тәрбиесінің маңызы. Мағжан жан тәрбиесі адамның өмірдегі ең маңызды процесс екенін айтады. Себебі адамның барлық әрекеті оның ішкі жан дүниесіне байланысты. Егер жан дұрыс тәрбиеленбесе, адам әділетті, мейірімді, шыншыл, адал болады. Ал дұрыс тәрбие алмаса, ол зұлымдылыққа, әділетсіздікке бейім болуы мүмкін. Жан тәрбиесі адамның мінезін қалыптастырады. Мағжан мінезді үшке бөледі. Жақсы мінез сабырлылық, шыдамдылық, шыншылдық, мейірімділік. Жаман мінез өтірік айту, қызғаныш, қатыгездік, өзімшілдік. Әлсіз мінез жалқаулық, еріншектік, қорқақтық. Осы мінездердің ішінде жақсы мінезді тәрбиелеу басты міндет екенін атап көрсетеді. Жан тәрбиесінің құрамдас бөліктері. Мағжан жан тәрбиесін үшке бөледі. Ақыл тәрбиесі, ойлау қабілетін дамыту, білім алу, іздену. Сезім тәрбиесі, өнерге, табиғатқа, адамдарға сүйіспеншілік қалыптастыру. Ерік тәрбиесі, табандылық, қайсарлық, еңбекқорлық. Ол жан-жақты дамыған адам болу үшін осы үш бағытта да тәрбие беру қажет екенін айтады. Жан тәрбиесіндегі ата-ана мен мұғалімнің рөлі. Мағжан бала тәрбиесіндегі ата-ана мен мұғалімнің орнын ерекше атап көрсетеді. Ол былай дейді: баланың алғашқы тәрбиешісі ата-ана. Егер ата-ана дұрыс тәрбие бермесе, баланың болашағы күмәнді болады. Мұғалім баланың ақылын, жанын тәрбиелеуші адам. Егер мұғалім жан-жақты, білімді, рухани бай, әділетті болса, ол шәкірттеріне дұрыс тәрбие береді. Мағжан мұғалімдердің балаларға білім берумен қатар, олардың жан дүниесін тәрбиелеу керектігін баса айтады. Жан тәрбиесінің әдістері. Мағжан жан тәрбиесін қалыптастыру үшін мынандай әдістерді ұсынады. Өнеге көрсету. Балалар үлкендердің мінез құлқынан үлгі алады. Сондықтан ата-ана мен ұстаздар жақсы қасиеттерді өз бойынан көрсету керек. Құндылықтарды үйрету. Баланы адалдыққа, әділеттілікке, мейірімділікке тәрбиелеу қажет. Өнер мен әдебиетті пайдалану, музыка, поэзия, сурет өнері баланың жан дүниесін байытады. Табиғатқа сүйіспеншілік қалыптастыру. Табиғатты аялау арқылы бала мейірімді бола түседі. Өзін өзі тәрбиелеуге үйрету. Бала өз қателігін түсініп, өзін өзі жетілдіруді үйрену керек. Мағжан Жұмабаевтың жан тәрбиесі еңбегі адамның рухани дамуы туралы терең философиялық ойлар айтылған құнды еңбек. Ол адам жанын тәрбиелеудің маңыздылығын, оның қоғамдағы рөлін түсіндіреді. Егер жан тәрбиесі дұрыс болса, адам да, қоғам да дамып, жақсылыққа жетеді. Осылайша Мағжан Жұмабаев жан тәрбиесін адам дамуының ең басты тірегі ретінде қарастырады және бұл тәрбие жас кезден басталу керек деп есептейді.